Менің аты жөнім Тілеубаева Камшат Олжасына, Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-лицей интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімін. Бүгін сіздерге тәжірибе ретінде авторлық бағдарламамды таныстырғым келеді. Тақырыбы Жамбыл шығармаларын STEM технологиясымен оқыту арқылы жазылым дағдыларын қалыптастыру деген тақырыпта. Яғни бұл жерде бұл 5-ші сыныпқа арналған вариативті курс бағдарламасы, бірінші Жамбыл шығармаларын STEM технологиясымен оқыту арқылы жазылым дағдыларын дамыту авторлық бағдарламасы жазылды. Және осы авторлық бағдарламасы негізінде тапсырмалар жинағы жасалды. Үшінші Жамбыл шығармашылығын дамыту бойынша авторлық бағдарламасы бойынша мұғалімдерге арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарларының топтамасы жасалды. Бүгінгі іс-тәжірибе жасаудағы мақсатым авторлық бағдарламаның мазмұнымен таныстыру, тәжірибемен бөлісу. Жалпы Жамбыл шығармаларын STEM технологиясымен оқыту арқылы жазылым дағдыларын дамыту авторлық бағдарламасы оқу жоспарының вариативті бөлігінің оқу бағдарламалары және элективті курстарды әзірлеу және әдістемелік қамтамасыз ету барысында барлық деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды басшылыққа ала отырып, оқу жоспарының вариативті бөлігінің оқу бағдарламалары және элективті курстарды сараптамадан өткізу және оларды жаңартылған білім беру мазмұны аясында әдістемелік қамтамасыз ету туралы ереже Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі номер 319 білім туралы заңына 2020 жылы енгізілген толықтырулар мен өзгертулер негізінде сәйкес педагог лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі 338 бұйрығы Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудегі үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы 500 бұйрығы негізінде құрастырылған. Менің авторлық бағдарламамның мақсаты Жамбыл шығармаларын STEM технологиясымен оқыту арқылы оқушылардың жазылым дағдыларын дамыту. Яғни осы авторлық бағдарламада мен мынадай 8 міндет алдым. Біріншісі, шығарма бойынша негізгі тақырыптарды талқылауға үйрету, тақырып аясында шағын ғылыми мәтін жазуды меңгерту. Үшінші, заманауи технологиялар арқылы шағын зерттеу жүргізуге машықтандыру, түрлі жанрда ой толғау, шағын әңгіме, эссе жазуға үйрету. Бесінші, топта жұмыс жасау арқылы пікір алмасу дағдыларын қалыптастыру. Алтыншы, ойлау және жазу қабілеттерін жетілдіру. Жетінші, шығарма бойынша мультимедиалық тапсырмалар орындауды үйрету. Сегізінші, сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру. Яғни осы авторлық бағдарламаның өзектілігі жалпы бұл отандық білім беру үдерісінде 2010 жылдардан бастап Жамбыл Жабаевтың шығармалары сияқты қазақ әдебиетін кеңінен оқыту бағдарламалары нақтырақ жоспарланып, тәрбие құралдар ретінде қолдану маңызды бола түсті. Жамбыл атындағы мектеп болғандықтан, Жамбыл атындағы мектеп оқушыларына жыр алыбының шығармаларын STEM технологиясы арқылы меңгерте отырып, жазылым дағдыларын жетілдіру маңызды. Яғни бағдарламаның жаңалығы, 2 жаңалық жаздым. Бірінші, педагогикалық жаңалығы. Ол, яғни Жамбыл шығармаларын оқытуда STEM технологиясын қолдану пәндерді интеграциялауға, шығармашылық және жазу әрекеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Екінші, психологиялық жаңалығы оқушылардың оқу процесінде бірлесе отырып жұмыс жасауына мүмкіндік бере отырып, әлеуметтік және коммуникативтік дағдыларды дамытуды көздейді. Яғни осы авторлық бағдарламаның міндетін қоя отырып, яғни курстың соңында мынадай нәтиже күтемін. Бірінші, шығарма бойынша, яғни оқушылар негізгі тақырыптар талқылауға үйренеді. Екінші, тақырып аясында шағын ғылыми мәтін жазуды меңгереді. Үшінші, заманауи технологиялар арқылы шағын зерттеу жүргізуге машықтанады.
Төртінші, түрлі жанрда ой толғау, шағын әңгіме, эссе жазуға үйренеді. Бесінші, топта жұмыс жасау арқылы пікір алмасу дағдылары қалыптасады. Алтыншы, ойлау және жазу қабілеттері жетіледі. Жетінші, шығарма бойынша мультимедиалық тапсырмалар орындауды үйренеді. Сегізінші, сыни ойлау дағдылары қалыптасады. Яғни осы авторлық бағдарламаның құрылымына тоқтала кеткім келіп тұр. Бұл құрылымында ең бірінші тұрақталу бөлімі, бұл аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатқа жасалған. Бұл бағдарламада дәрістік сабақтар мен тәжірибелік сабақтар араластырып берілген. Яғни бірінші тақырыбы қойылды, одан кейін сағат саны, сол тақырып, сол сабақтан күтілетін нәтижесі жазылды. Яғни мысалы бірінші сабақ менің өмірім, нәтижесі Жамбыл Жабаевтың өмірімен, шығармашылығымен танысады. Екінші мысал Жамбыл Жабаевтың жаз жыры өлеңі, яғни нәтижесі өлеңнің негізгі ойын анықтайды. Немесе Өтеген батыр жыры, яғни нәтижесі 2 сағатқа берілген, нәтижесі жырдағы кейіпкерлермен танысады. QR-кодер платформасы арқылы бейнежазбаның QR-код сілтемесін жасап үйренеді. Одан кейінгі бөлім нормативтік бөлім. Бұл нормативтік бөлімде тақырыбы, бұл жерге оқу мақсаты қосылады. Сағат саны және сағат саны дәріс және тәжірибе деп бөлінеді. Тағы да сол сабақтың нәтижесі жазылады. Мысалы, Алата өлеңі, өлеңнің негізгі идеясын анықтату, мәтін түрлерімен таныстыра отырып, сипаттау мәтінін жазу дағдысын жетілдіру. Яғни оның нәтижесі өлеңнің негізгі идеясын анықтайды. Еркін жазу әдісі арқылы Алатаудың флорасы мен фаунасын сипаттайтын мәтін жазады. Яғни осы Жамбыл шығармашылығынан алынған барлық тақырыптар жазылды. Одан кейін ақпараттық әдістемелік бөлім алынған. Ол ақпараттық әдістемелік бөлімде 4 бөлімге бөлінген, әр бөлімнің атауы бар, әр бөлімде неше сағат берілгені жазылған, және осы аталған бөлімде қолданылатын технологиялар жазылған. Мысалы, бірінші бөлім туған жерін әспеттеп деп айтылады. Бұл бөлімде 5 сағат бар, яғни Жамбыл Жабаевтың өмірінен бастап естіліп тұр ғой, бұл жерде табиғатқа байланысты тақырыптар алынған, және осы бөлімде түсіндіре басқарып оза оқыту технологиясы, оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлау дамыту технологиясы және Бітібаеваның ой тастау, ойланту, ойлау технологиясы берілген. Екінші жалынды жырдың алыбы, бұл бөлімде де 5 сағатқа арналған. Бұл жерде Өтеген батыр, Сұраншы батыр жырлары, және бұл бөлімде топтық оқыту технологиясы, дамыта оқыту технологиясы, оқу мен жазу арқылы сын тұрғыдан ойлауды дамыту технологиялары алынған. Үшінші қазақтың Жамбылы деп аталады. Бұл бөлімде де 5 сағат берілген, өлеңдер берілген, қысқа әңгімелер берілген, және бұл бөлімде жекелеу оқыту технологиясы, оқытудың компьютерлік технологиялар қолданған. Төртінші 20 ғасырдың Гомер деп аталады. Бұл жерде 4 сағат беріліп, айтыс және мектебім Жамбыл атында нәтиже сабақтары алынған. Бұнда ойын арқылы оқыту технологиялары басты назарда. Яғни енді бұл Жамбыл шығармаларын жалпы STEM технологиясымен қалай оқытуға болады деген ой туындауы мүмкін. Яғни STEM технологиясы барлығыңызға белгілі: сайнс, технология, инженеринг, арт және математикс. Яғни бұл ең бірінші менің 4 жаңағы бөлімге бөлгендегі мақсатым осы STEM технологиясымен байланыстыру. Жалпы бірінші бөлімді мен осы ғылыми зерттеулер, табиғи құбылыстар түсіну, ғылыми ойлау, яғни сайнспен байланыстырдым. Бұл жерде Жамбылдың туған жердің табиғаты туралы өлеңдерін, сол өлеңдегі табиғат суреттерін талдау, олардың географиялық, экологиялық ерекшеліктерін зерттеу, сол өлең бойынша туған өлкенің флорасы мен фаунасын сипаттайтын шағын ғылыми мәтін жазу сияқты тапсырмалар алынды. Екінші технология және инженерия деп
екеуін қосып екінші бөлімде бұл жамбыл шығармаларын, жырларын оқи отырып, яғни қазіргі заманауи технологиялар арқылы QR код жасау, аудио-видео форматта подкаст жасау, бейне жазба түсіру, табиғат бейнелерін бойынша макет жасау, жаңағы туған жердің картасын жасау, модель жасау, батырлардың моделін жасау, сосын осы бойынша шағын мәтін жазу сияқты тапсырмалар алынды. Одан кейін үшінші өнер, шығармашылық қабілеттер, эстетикалық қабілеттерді арттыру бойынша осы жамбылдың жырлары, өлеңдердің мазмұны бойынша иллюстрация жасау, коллаж жасау, және комикс жасау, патриоттық тақырыптарда сурет салу, әртүрлі көрмелер ұйымдастыру, осы бойынша шағын мәтін түйген ойларын жазу сияқты тапсырмалар алынды. Одан кейін математика, яғни табиғат суреттеріне, басқа да шығармаларға математикалық модель құруда, бұл жерде пәнаралық интеграция, шығармашылық, практикалық, логикалық тапсырмаларды бір жобада біріктіре отырып, яғни жазылым дағдыларын бағыттауға арналған тапсырмалар алынды. Яғни оқушылар өлең құрылысына талдау, өлеңді талдау, өз идеяларын қағазға түсіру бойынша тапсырмалар алынды. Осылай біз STEM технологияларымен байланыстыра отырып, жамбыл шығармашылығын жаңаша түрде оқушыларға беріп, яғни өткізіп жатырмыз. Тапсырма үлгілеріне келетін болсақ, мысалы, бірінші тапсырмада өлеңі берілген, оның мақсаты өлеңнің негізгі ойын анықтатып, тізбектей оқу әдісін пайдалана отырып, өлеңді мәнерлеп оқимыз. Екінші тапсырмада көріп тұрғандарыңыздай, әрбір оқушыға QR сілтемесі беріледі. Осы QR сілтемесі арқылы сипаттау мәтін ережесін еске түсіреді оқушылар. Содан кейін алдында өткен жаз жыры өлеңі бойынша немесе жаз мезгілі өлеңін тыңдап, осы тақырыпта сипаттау мәтінін жазады. Одан кейін үшінші тапсырмада сіздер көріп тұрғандарыңыздай, яғни YouTube-тың сілтемесі беріледі. Бұл сілтемеде Өтеген Батырдың қысқаша ғана бейне жазбасы, яғни оқушылар тек қана Өтеген Батыр бейне жазбасын, оның мазмұнын түсініп қана қоймай, сол бейне жазбаның QR сілтемесін QR кодер платформасы арқылы жасап үйренеді. Және төртінші тапсырма бұл подкастқа байланысты алынған тапсырма, яғни осы Өтеген Батыр, Сұраншы Батыр жырын өткеннен кейін батырлықтың ерліктері тақырыбында подкаст түсіреміз, подкаст жазамыз. Жалпы сіздерге сұрағым бар мынандай, жалпы подкаст дегенді қалай түсінесіздер? Подкаст дегеніміз не? Бір тақырыпты талдау. Бір тақырыпты талдау, тағы да? Сол туралы ой қозғау. Иә. Яғни подкаст деген актуальный бір тақырып. Иә, жаңағы біздің тақырыбымыз батырлар жыры болып тұр, иә. Мен тапсырма беріп тұрмын, осы батырлардың ерліктері тақырыбында подкаст жазыңыздар деп. Яғни бұл подкаст термині жаңағы әріптесім айтып кеткен сияқты, бұл ой қозғау, хабар тарату дегенді білдіреді, иә. Бұл медиа өнім. Яғни бұл оқушыға қызықты. Подкаст, яғни адамның шынайы жүрегінен шыққан аудио немесе видео жазбалар, немесе интервью болып табылады. Яғни оқушылар осы сілтемемен өтіп подкаст ұғымымен түсінеді. Подкаст дегеніміз не деген тақырыпта танысады, және өздері бейне жазба, аудио жазба бір-бірімен сөйлесу арқылы осы батырдың ерліктері тақырыбында подкаст түсіріп, яғни қазіргі кезде жамбылдың шығармашылығын заманауи тұрғыдан басқа қырынан танимыз. Одан кейін осы авторлық бағдарлама негізінде 34 сағатқа қысқа мерзімді жоспар жасалған. Яғни бұл авторлық бағдарламаның негізінде тапсырмалар және қымыжы жоспарлар жасалған. Яғни осы жамбыл шығармашылығын білесіздер, Кеңес одағында болғандықтан, қазіргі 5-ші сынып оқушыларына ол қызықсыз болуы мүмкін. Сондықтан жамбыл шығармаларын жамбыл мектебі болғандықтан білуге міндеттіміз. Бізде балалар жамбыл шығармашылығын жақсы, өлеңдерін, жырларын жақсы біледі. Және жамбыл шығармашылығын осы жаңа заманауи, осы STEM технологиясы
арқылы, әртүрлі платформалар арқылы жазылым дағдысын дамыту қазіргі кезде балаларға қызықты деп ойлаймын. Және STEM технологиясы мен жамбыл шығармашылығын байланыстырып оқыту арқылы оқушылардың жан-жақты дамуына жол ашамыз. Бұл қолданылған әдіс тәсілдер арқылы оқушылардың сыни ойлау, шығармашылық қабілеттері, ойлау және жазу қабілеттері жетіледі. Қазақ әдебиетінің бай мұрасын пайдалана отырып, түрлі платформада жұмыс жасау арқылы оқушылардың осы әдебиетке деген, жамбыл шығармашылығына деген қызығушылығын арттырамыз. Бүгінгі мен сіздермен жалпы бөліскім келген ақпаратым, авторлық бағдарламамның жалпы мазмұны осы. Сұрақ, кері байланыс жасайық әріптестер. Сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз бар ма? Жақсы, рахмет, бәрі түсінікті. Кәмшат әріптесімізге үлкен рахмет айтамын өз атымнан. Жаңа айтылып жатқан дүниелердің ішінде енді екеуміздің авторлығымыз ұқсас келеді екен. Мағжантану, жамбылтану деген атаулы мектепте жұмыс істегеннен енді жаңа сіз айтып отырған подкаст түсіру деген қазіргі заман талабына сәйкес жаңа дүниелер ғой, жаңа талаптар. Соны жаңағы Мағжан шығармашылығына қатыстырып жасаған дүниелеріңізді мен өзіме түртіп алып отырмын. Яғни өзімнің іс тәжірибем деген ойдамын. Керек біраз ақпараттар алып, рахмет. Авторлық бағдарламамызды өзіңіздің іс тәжірибеңізде қолданып, үлкен рахмет. QR кодпен оқушылармен жұмыс жасау технологиясы ұсынады. Қазір сай деп ойлаймын. Әріптестер, рахмет сіздерге.